Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер достар. Міне біздер бүгінгі видеомызда кереметте Қытайдан келген міне бір посылканы ашатын боламыз. Білмеймін ішінде не бар екендігін. Сол кеттік, бастаймыз. Жоқ, тоқта. Бір посылка емес достар. Міне көріңіздер. Достар, міне осындай сәтте туып тұр достар. Міне маған келген, негізінде маған 40 па сондай шақты посылка келген болатын, бірақ 20 шақтысы қалыпты. Менде пакеттерін тек алып қойып едім. Бұрында осындай видео түсіріп қаламау деген оймен алып қойған болатынмын. Ішінде енді осының ішінде 9 шақтысында ішінде заты бар. 11-інде ма, білмеймін, дұрыс санаған жоқпын. Зат жоқ ішінде, шатыспасам сондай. Достар, міне бүгін огромный, кәдімгі орысша айтқанда огромный, үлкен, міне көп тауарларды міне сіздерге барлығын толықтай обзор жасап сіздерге көрсететін болам. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ал достар, міне ең бірінші біздер короче ішінде заттары барларынан бастап сіздерге обзор жасайтын болам. Білмеймін, осы точный сыртындағылары коробкалары деп ойлаймын. Енді өзімнің ойым бойынша шатыспасам сыртындағы осы заттардың коробкалары, пакеттері, короче осы сыртында пакеттер, шатыспасам осы ішіндегі заттардың короче өзінің сыртындағы пакеттері достар. Кеттік, ал көрейік бір-бірлеп бастап. Так, мені осыдан бастайық. Осы маған что-то бір түрлі болып отыр. Бір түрлі емес, нормально болып отыр. Так, достар, міне бұл зат өзім білем. Сіздерге барлық короче толықтай обзорын жасаймын. Міне бұл бізге Қытайдан келген, алдында Қытайдан келген посылка. Фонарик, міне жанып тұр фонаригі. Жанып тұр фонарик. Жанып тұр, негізі анаң артында өзінің біткен ілік болатын, иттердің затына ілік болатын бауы бар ғой. Соның бас жағында тұратындай заты болды негізінде, бірақ мен ол затты жоғалтып алдым достар. Бірақ бұлай анау жанып тұр, міне фонарик жанып тұр, нормально істеп тұр. Достар, бұйырса енді Қытайдан тағы да товарлар ашатын боламыз, күтіңіздер тек. Егер күтетін болсаңыздар, дәл қазір лайк басып, арнаға жазылып, астына күтеміз деп жазып кетіңіздер. Сол, міне осы зат, міне фонарик жаңағы достар. Осы фонарик не үшін жауып, не үшін ашып отырмын, білмеймін. Осы міне фонарик қайтадан жауып тастайық, жаңа көрсеттім. Бұл фонарик, короче, Қытайдан келді. Шатыспасам бір 2 айдың ішінде келді. Міне мынау шатыспасам сыртындағы өзінің пакеті. Міне Трилифайбек анау мынау деп тұр. Так, міне осы китті ал. Осындай заттар алғыларыңыз келсе, Алиэкспресс сайтынан заказ берсеңіздер болады. Міне бір заказ кетті, бір заказ кетті. Міне не затты ойлап отырсыздар. Мынау орындық мына жерінде, в общем, креслоның затына сотканы іліп қойдым. Так, екінші заказ, міне бұл өте керемет, маған посылка ашатын кезде жәрдемдесетін зат. Міне пышақ, нож, кредитка нож дейді барлығы. Міне осылай бүйтіп. Міне дәл осылай ашылады. Сосын назад кетесің дейсің. Міне солай жүреді. Әлі өткір достар. Егер алып жатсаңыздар, сақ болыңыздар. Үлкен адамның көмегінсіз ұстамаңыздар. Егер кішкентай бала болсаңыздар, көріп отқан. Мені көбінесе кішкентайлар көреді екен, 4-ші класстың, 5-ші класстың кішкентай балалар қарайды екен. Сол сіздерге айтарым, үлкен адамның көмегімен заказ беріңіздер. Так, міне екінші товар кетті, жаңағы пышақ. Ал үшінші товар, міне ішінде дым жоқ, пустой болғанда, міне мына жерде короче ілетін зат бар. Видеоның соңында көрсетем оны. Қара ілгіш, ішінде негізі сол болатын. Осы соның сырты. Қазір соны көрсетем. Ол да жақсы зат. Мына зат достар, мені баяғыдан қарап келе жатқан адамдар болса білет осыны. Так, бұл міне бізге келді. Ең бірінші келген заказдарымның бірі. Бұл міне андай фонарик деп айта салайын. Жарық беретін. Powerbankпен істейді, немесе любой ноутбукқа тығып қойсаңыздар да істейді, өйстіп, міне жанады, өйстіп. Міне осындай зат, міне мынау коробка сыртындағы қорабы. Дәл осылай, мына ішінде андай қалайды. Подпрыжки ма, бір андай қытырлатын заттар болады. Міне осы. Бұл осындай товар. Міне сіздерге бұл видео қызық болып жатса, лайк басып арнаға жазылып отырыңыздар. Ал достар, мен сіздерге мына товарды вообще көрсеткен жоқпын. Ешқандай да распаковка ештеңе жасаған жоқпын. Бұған просто бұл келді. Мен жасағым келген жоқ, білмеймін. Сол кезде бір түрлі болып оттым. Ашып тастадым. Міне бұл бізге келген
маска болатын достар. ВК-да суретім бар. Егер де көргілеріңіз келсе, қалай тағылатын, сол жерден суреттен қарасаңыздар болады. Негізі мына жер былай ұзын болады. Ұзын болса, достар, егер келген болса, бас жағын қиып тастайсыздар. Сол кезде міне дәл осы нормально болып тұрады. Осы заказ бізге келді, міне ешқандай заты жоқ. Бұны мен шартыспасам 400 теңге 500 теңгеге алдым. Қазір білмеймін Алиэкспрессте бағасы қанша екенін, бұндай заттар қарап жүрген жоқпын. Солай, егер алам десеңіздер, Алиэкспресс сайтына маска деп жазсаңыздар толып шығады. Қарасаңыздар өте көп бұндай маскалардың түрлері өте жеткілікті. Ал міне келесі товар бізге керек болғанда, бұл товар ертең бұйырса камера алған кезде өте қатты қажет болады. Өздеріңіз сезіп отырсыздар ма? 0,57 цент бұрыннан көріп келе жатқан адамдар болса, бұл товарды жалпы білу керек. Баяғыдан қарап келе жатқан адамдар болса, міне петличка микрофон. Бұл да ең бірінші келген товарларымның бірі. Бұл компьютерге ондай қатты дұрыс жұмыс жасамайды. Аузыңнан 5 сантиметр алыс тұрса ғана жақсы звук бере алады. Бұлай 20 сантиметр алыс тұрса, сенің даусың бұлай естіледі. Дәл осылай естіледі. Бұл бұлай жақсы соткеге істемейді. Соткеге переходник қажет дейді. Менде переходник бар, қазір көресіздер, бірақ ол арқылы да істемейді. Менікі мынаның өзім берген мына петличка микрофонның өзі біртүрлі сияқты. Бұйырса ертең камера алсам, сол кезде жақсы жаманды көретін боламыз. Міне, бұның да сырты кәдімгідей пакет, ішінде міне осындай тырт деп жарылатын зат бар. Ішінде іші ауаға толы. Сол. Міне достар, келесі затымыз бізге күннен андай лампочкадан солардан жарықпен істейтін конкулятор деп айтқан болатынмын. Соған алдыңғы 7 посылка ашамыз дегенде осыны аштым. Конкулятор деп айттым. Батарея деп айттым. Соған барлығы маған ұрсып жатты. Біздің жақта тіл дәл солай айтылады. Білмеймін сіздер жақта қалай екендігін. Мынау батарея дей ма? Солай айтады дейді. Зарядка, батарея. Короче, солай. Өз тілім айта берейін, астында өйтіп жөндемей ақ қойыңыздар достар. Міне бәрі айтады, конкулятор емес, калькулятор дейді. Калькулятор, міне калькулятор, осы зат келді міне. Бұл деген ешқандай да батареяның көмегі керек емес. Бұл андай лампочкадан бірақ алмай тұр, қазір білмеймін не екендігін. Күннен алу керек, бірақ қазір күн жоқ. Сол мен терезеден алыс жерде отырмын, сондықтан көрсете алмаймын. Жалпы жақсы жұмыс жасайды. Осында сабақтың кезінде көп қолданған болатынмын, жақсы жұмыс жасап тұрды. Солай мен қолданған кезде жақсы жұмыс жасап тұрған болатын. Міне біздің 7-ші посылкамызға кетті. Ал достар, міне бұл посылканы мен қазіргі таңда қолданып жүрмін. Өте керемет. Вообще Қытайдан келген посылканың барлығы менде қолданылып жатыр. Жақсы. Міне бұл осындай міне 7D1 channel sound. Фокус келсін. Осындай міне мына жерде кнопкалар бар. Барлық кнопкалар жасап тұр. Міне, короче, барлығы істейді. Міне астында 2 разъем бар. Сыртынан шығармай қойын. Осылай, короче, бұның барлығы жасап тұр. Менде негізі көп заказ болды. Оның барлығы көбісін беріп жібердім. Көбісін достарымның заказ етіп алған заттары, көбісі жоғалып қалды, жыртылып қалды пакеттер. Солай кетті мусорға. Солай көбісі қалған жоқ. Так, достар, міне бізде бұл заказды өздеріңіз білетін шығарсыздар. Міне бұл дегеніміз, міне бұрында мен бұл заказды алған кезде, цепочка, бұны алған кезде айтқан болатынмын да, қызыма берем, анау-мынау деп. Оған сенбей қойыңыздар, оның барлығы мандраж. Ойнайтам. Жалпы негізі берейін деп жүрдім жаңа жылда, бірақ бере алмадым. Ұялатын едім, білмеймін. Сол кезде мен ұялатын едім, басым істемейді. Так, достар, міне біздің кілең ішінде заттары бар посылкаларымыз кетті. Енді бұларды бұнақ қарай ысырып қойық. Енді кілең посылкалардың ішінде дым жоқтарын қарайтын боламыз. Так, мұның ішінде мен шатыспасам ұмытып қалып отырмын. Кәз. Бұның ішінде переходник па бірдеңе болған болатын. Білмеймін жалпы. Бірдеңе болды әйтеуір. Ұмытып қалып отырмын, жемеңіздер. Ішінде бірдеңе болды. Егер сіздер біліп отырсаңыздар, көрген болсаңыздар, комментарийға жазып жіберіңіздер. Так, екінші заказ. Міне. Бұл үлкен тауар.
үлкен тауар, иә. Бұл тауардың ішінде, бұл тауарда зат болды. Қазір сыртын оқиық. Шатыспасам бұның ішінде андай басыңа тағып қойып, аузыңа бүйтіп шығып тұратын, мына жерден бүйтіп шығып тұратын микрофон болды, сөйлейтін, бірақ ол қазір кетті. Вообще істемей қалды, лақтырып жібердім сондықтан. Міне осының ішінде сондай зат болды, тауар болды. Так, келесі тауар, міне. Жаңа ұмытып кетіппін, достар, осыны жаңа аржақ ішінде дымзат жоқтардың арасында қосып жіберіппін. Бұл тауар міне бізге келді, міне переходник келді. Бұл ашқан болатын, сіздерге бұны көрсеттім. Переходник бұл қазіргі таңда жақсы жұмыс жасап тұр. Наушник, екі жаққа екі наушник қосып қойып, қасыңа досыңа біреуін өзің тағып алып, бір кино немесе видео түрлі менің видеомды қарасаңыздар болады. Солай. Міне осы переходник осындай пакетпен келді. Мына пакетпен келмеген шығар, білмеймін. Дәл осы пакетпен жалпы келген болу керек. Мына пакетпен келмесе өзінің пакеті жоғалып қалды. Солай. Так, міне келесі заказымыз, бұның ішінде негізінде сағат болған болатын. Міне губкасы тұр, сыртындағы губкасы күшті. Ішіне бірдеңе ертең салып қосам да болады да, жалпы сол үшін алып қойдым. Ішіне ертең біреуге бірдеңе жіберетін болсам да жақсы болады, сондықтан алып қойдым, достар. Міне бұл видео ұзақ болып жатыр. Білем, сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Ұзақ видеоларды жақсы көресіздер. Ұзақ болғанда осындай посылкаларды қараған жақсы көресіздер. Солай. Достар, мынау міне мен шатыспасам 0.1%-ке маған мынандай. Достар, түсіндім. 0.1%-ке маған бұл смайлик, достар. Смайлик, шатыспасам смайлик. Нәқті шатыспасам смайлик, тағы да біреу болу керек, бірақ ол кетті ой мусорға. Осы смайликтің қорабы ең бірінші, ең алдыңғы видеоларын қараңыздар, сол жақта болуы мүмкін. Болу керек жалпы. Так, достар, енді осығанда келдік. Міне, бұның ішінде андай новогодний басқа телпек болды ішінде. Телпек болғанда. Біздің жақта телпекті айтады, білмеймін, сіздер жақта бас киім болды ішінде. Андай Аястың ба, білмеймін, сондай бір бас киім болды. Солай, осындай ішінде сондай зат болды. Ал мынаның ішінде өздеріңізде біліп отқан боларсыздар, бірақ білмеулеріңіз де мүмкін. Ішінде бұның андай 1 жыл жанады деп баяғыда хит болып атты. Сол спичка болған болатын. Спичка ма, білмеймін. Барлығы сон қате спичка деп айтады деп білмеймін, әйтеуір өздері ақыл көсейді. Достар, міне мен ешқандай да ондай өзімшіл болып үйтіп отқан жоқпын енді, достар. Үйтіп айтпай қойыңыздаршы. Мен де адаммын, енді әркім өз тілімен сөйлейді ғой, достар. Міне, солай міне. Бұның ішінде спичка ма бірдеңе болды. Достар, енді осы видеоны лайкпен қолдаңыздар, өйткені бір күнде 2 видео оңай емес, достар. Осы міне 2 видео оңай емес. Так, достар, бұның ішінде өздеріңіз енді көрдіңіздер, бұны аштым, распаковать еттім. Бұның ішінде андай кілттің басына тағып қоятын андай монстр болды, жасыл. Неше 1 жылда дей ма, 100 күнде дей ма, зорға келді деген басыл зат бар. Егер көрем десеңіздер, соны қараңыздар. Астында вообще мен видеолардың арасында болады. Ұмытпасам ссылкасын тастап кетем астына. Солай. Так, достар, міне мынаң ішінде шатыспасам, бұның ішінде сағат болуы мүмкін. Сағат немесе жоқ. Бұның ішінде қазір достар, күте тұрыңыздар. Так, достар, міне келдім. Бұның ішінде міне қазір сіздер көретін боласыздар. Ұмытып кетіппін, ренжімеңіздер. Бұның ішінде міне достар, осы болды, міне карт ридер. Міне осы болды. Осы заказ маған келген болатын, өте керемет. Бұл да жұмыс жасап тұр. Сотканың флешкасын компьютерге осы арқылы өткізіп ала аласың. Бұл какой-то цент тұрады, $1 да жетпейді, 100-200 теңгеге ала аласыздар. Өте керемет зат. Алып алыңыздар, заказ беріңіздер, өкінбейсіздер. Солай. Міне. Так, мынаның ішінде қазір. Бұның ішінде қазір. Тағы да бірдеңе келді, фонарик сияқты бірдеңе келді. Жоқ. Ана сенсорный менде сағат болды ғой, достар, білесіздер ма? Қазір ол жаман болып жатыр, сынып жатыр. Кетті мусорға барлықты. Сол сағаттың қорабы. Так, достар, міне ең соңғы посылкамыз. Бұл да міне сағаттың қорабы. Ішінде обычный губка. Күнделікті біз білетіндей Қытайлардың керемет губкілері салып жіберетін. Міне достар, осы соңғы сағат.
Бұл деген білесіздер, андай біртүрлі бір сағат келген болатын, сол сағат достар. Так достар, міне сіздерге осы менің посылкаларды ашу видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса лайк басып арнаға жазылып отырыңыздар. Посылкаларды ашу болғанда барлығын толықтай обзорын көрсеттім сіздерге. Міне посылкалардың. Сіздерге міне осындай видеолар сіздерге қызықты болып жатса, лайк басып арнаға жазылып, комментарияға тағы да осындай видеолар түсір деп жазып кетіңіздер, қолдаңыздар. Сол кезде мен осындай видеоның екінші бөлімін шығарам. Бұйырса тағы да бір 20 шақты посылкалар келіп жатса, осындайдың екінші бөлімін шығаратын боламын достар. Сіздерге егер ұнап жатса, бұйырса осы бір ай немесе осы 2-3 аптаның аралығында посылка келіп қалуы мүмкін. Күтіңіздер, лайк басып, осы видеода смело 500 лайк жинапсайық, 500 лайк. Сол кезде тағы да бір посылка ашатын боламыз. Сіздерге ұнайды, лайкты жинай аласыздар, білем, сіздер жинай аласыздар. Егер осы видео 500 лайк жинаса, келесі бөлімін түсіреміз және де тағы да посылка ашатын болам достар. Сол мені қолдаңыздар. Осы міне бүгін сіздерге барлық посылкамның толықтай обзорларын көрсеттім. Толықтай барлығы не зат бар, ненің ішінде, қай пакеттің ішінде не нәрсе бар, барлық заттарды толықтай көрсеттім. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Солай. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар достар. Жоқ, тоқта. Достар, міне мен мана осыны көрсетемін деп сіздерге уәде берген болатын. Міне осындай нәрсе, сіздер бұны білесіздер. Велосипедке андай фонарик істеп қойуға болады, және де әртүрлі жерлерге соткілеріңізді бүйтіп былай қыстырып қойсаңыздар болады достар. Солай, осы видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Осыны көрсетуді ұмытып бара жатыр екенмін. Сол. Давайте достар.